Әлемдегі ең лас топ 5 ел. Бірінші орында тұрған елде өмір сүру өмірге қауіп төндіреді. Ал видео соңында Қазақстан ең лас мемлекеттер тізімінде нешінші орында екенін айтамын. Сонымен 5-ші орын Үндістан. Үндістанда ең лас өзендердің бірі орналасқан. Соның ішінде Ганг өзені бар. 20-дан астам қала ауа сапасы бойынша ең ластанған қалалар тізіміне енген. Қоқыстар көшеде тікелей өртеледі. Ал астанасы Дели қаласы түтін тұманнан тұншығып тұрады. 4-ші орында Конго Демократиялық Республикасы. Алып қоқыс үйінділері, өндірістік қалдықтар және ластанған өзендер. Қайта өңдеу жүйелері мүлдем жоқ. Ал шаң мен түтін барлық жерде. Таза су ішу санаулы адамдар үшін ғана қолжетімді сән. 3-ші орында Пәкістан. Лахор әлемдегі ең ластанған қалалардың бірі. Су сүзгілеу жүйесінің жоқтығы, қоқыс жағу, судағы химиялық заттардың көп болуы, мұнда тыныс алуды у түтінді жұтқанмен бірдей етеді. 2-ші орында Бангладеш. Қауіпті бөлшектердің көптігі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының нормасынан 10 есе көп. Ауаның ластануы, қоқыс, лас ағынды сулар бұл жай ғана мәселе емес, өмірдің бір бөлшегі. Айтпақшы, мен Несім Нұрмұхан, әлемдегі қызықты деректерді білу үшін маған жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында тұрған ел планетадағы ең лас ауаға ие мемлекет. Бұл елде өмір сүру шынымен қауіпті. Көптеген адамдар өткір тыныс алу ауруларынан және қатерлі ісіктерден зардап шегеді. Бұл ел Чад мемлекеті. Ал Қазақстан әлемдегі ең лас мемлекеттер тізімінде 71-ші орында.